Реформа партиясының экономикалық бағдарламасы бұл екінші бөлім. Тауар секторларын қалай жақсартуға болады? Экономиканы әртараптандыру, мұнай мен газ сияқты бір ғана шикізат секторына сүйену экономиканы шикізат бағасының ауытқуына елді осал етуде. Өндіріс, қызмет көрсету және технология сияқты басқа секторларды дамыту арқылы экономиканы әртараптандыру осы осалдықты азайтуға және экономикалық өсуді ынталандыруға көмектеседі. Қосылған құнды қызмет түрлерін ынталандыру. Тауар секторлары көбінесе шикізатты өндіруге және экспорттауға бағытталған. Өңдеу және өндіріс сияқты қосымша құнды қызмет түрлерін ынталандыру жұмыс орындарын құруға, көбірек кіріс алуға және сектордың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға көмектеседі. Инфрақұрылымды инвестициялау, автомобиль жолдары, порттар және темір жолдар сияқты инфрақұрылымды дамыту, тасымалдау шығындарын азайтуға және тауар секторларының тиімділігін арттыруға көмектеседі. Бұл сектордың бәсекеге қабілеттілігін арттырып, инвестицияны көбірек тартуға мүмкіндік береді. Төртінші, ғылыми зерттеулер және де әзірлемелерді ынталандыру. Бұл іс-шаралардың барлығын тауар секторларын қалай жақсартуға болады? Ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарға инвестициялар тауар секторларының өнімділігі мен тиімділігін арттыруға көмектеседі. Бұл сектордың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік беретін жаңа технологияларды дамытуға және озық тәжірибені енгізуге әкеледі. Нормативтік құқықтық базаны жетілдіру. Күшті нормативтік базалар шикізат секторларының тұрақты және жауапты түрде жұмыс істеуін қамтамасыз етуге көмектеседі. Бұл инвесторлар мен сенімді нығайтуға, әлеуметтік және экологиялық тәуекелдерді азайтуға және ұзақ мерзімді экономикалық өсуге ықпал етеді. Жергілікті жеткізу тізбегін дамыту. Оқыту және техникалық көмек көрсету арқылы жергілікті жеткізу тізбегін дамыту жергілікті жеткізушілердің әлеуетін арттыруға және сектордың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға көмектеседі. Осы қадамдарды жасай отырып, Қазақстан шикізат секторларының бәсекеге қабілеттілігін арттырып, кірісті арттырып, жұмыс орындарын ашып, тұрақты экономикалық өсуге ықпал етеді. Желіні дамыту үшін қандай қадамдар жасауға болады? Желілік іс-шаралар жасау. Мүдделері мен білімі ұқсас адамдарды біріктіретін конференциялар, семинарлар және шеберлік сабақтар сияқты іс-шараларды ұйымдастыру. Бұл іс-шаралар адамдардың бір-бірімен байланысып, ой бөлісуіне, тәжірибе алмасып, үйренуіне мүмкіндік береді. Әлеуметтік медианы пайдалану. Әлеуметтік медиа платформалары ұқсас қызығушылықтары мен тарихы бар адамдарды байланыстыру үшін пайдалануы мүмкін. Әлеуметтік медиа жеке адамдарға белгілі бір тақырыптарға немесе салаларға бағытталған топтар құруға және қосылуға мүмкіндік береді. Өндірістік іс-шараларға қатысу. Адамдар өндірісіне немесе саласына қатысты іс-шараларға қатысуы. Бұл іс-шаралар жаңа адамдармен танысуға және саласындағы соңғы трендтер мен инновациялар туралы білуге мүмкіндік береді. Кәсіби ұйымдарға қосылу. Өз өндірісіне немесе саласына бағытталған кәсіби ұйымдарға қосылу. Бұл ұйымдар желілік мүмкіндіктерді, сондай-ақ салалық есептер мен жұмыс тізімдері сияқты ресурстарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Бесінші, волонтерлік. Адамдар өзі сенетін волонтерлік топ мақсат үшін еріктілік, жаңа адамдармен танысуға және желіні кеңейтуге мүмкіндік береді. Өз мүдделеріне сәйкес келетін ұйымдарды немесе оқиғаларды іздеу және уақыт пен тәжірибені ерікті түрде пайдалануы тиіс. Ақпараттық сұхбат жүргізу. Адам өздеріне қызықтыратын салаларды немесе компанияларда жұмыс істейтін адамдармен ақпараттық сұхбат жүргізу. Бұл мансап жолдары мен жұмыс мүмкіндіктері, сондай-ақ желіні кеңейту мүмкіндіктері туралы түсінік бере алады. Байланыста болу. Жаңа адамдармен танысқаннан кейін байланыста болуға күш салу. Олармен электрондық пошта, әлеуметтік медиа арқылы байланыс ұстау. Олардың жетістіктерімен құттықтау, қызықтыратын мақалалармен немесе ресурстармен бөлісу және олардың байланысын бағалайтынын қолдау көрсету. Келесі, нормативтік құқықтық базаны жақсарту үшін қандай қадамдар жасауға болады? Ережелерді жеңілдету, пайдаланушыларға ыңғайлы және түсінуге оңай болу үшін ережелерді жеңілдету. Бұл бизнес үшін сәйкестік
жүктемесін азайтады және олардың өз міндеттемелерін түсінуін жеңілдетеді. Транспаренттілікті арттыру, нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және енгізу туралы ақпаратты халыққа оңай қолжетімді ету арқылы реттеу процесінің ашықтығын арттыру. Бұл мүдделі тараптарға ережелердің астарлы себептерін түсінуді және кері байланыс беруді жеңілдетеді. Үшінші, реттеу процестерін жеңілдету. Сәйкестікке байланысты уақыт пен шығындарды азайту үшін реттеу процестерін жеңілдету. Мұны әкімшілік тапсырмаларды автоматтандыру, құжат айналымын азайту және есеп беру мен сәйкестікке арналған онлайн құралдарын қамтамасыз ету үшін технологияны пайдалану керек. Төртінші, тәуекелге негізделген тәсілдерді қолдану. Реттеу үшін бір өлшемді тәсілге емес, жоғары тәуекелді әрекеттерге бағытталған тәуекелге негізделген тәсілдерді пайдалану. Бұл реттеушілерге күш жігері мен ресурстарын тәуекелі ең жоғары аймақтарға басымдық беруге мүмкіндік береді. Мүдделі тараптармен кеңесу. Мүдделі тараптармен, соның ішінде кәсіпорындармен, салалық қауымдастықтармен және басқа да мүдделі тараптармен нормативтік актілерді әзірлеу және енгізу кезінде кеңес алу. Бұл нормативтік құқықтық актілердің тиімді және теңгерімді болуын қамтамасыз етеді. Нормативтік құқықтық актілерді бақылау және бағалау. Нормативтік құқықтық актілердің тиімділігін ұдайы бақылау және бағалау. Бұл ережелердің күтпеген салдары болуы мүмкін, немесе оларды жақсартуға болатын аймақтарды анықтауға көмектеседі. Жетінші, халықаралық ынтымақтастықты дамыту, стандартты үйлестіру және қайталануларды азайту үшін нормативтік база бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамыту. Мұны дүниежүзілік сауда ұйымы немесе халықаралық стандарттау ұйымы сияқты халықаралық форумдарға қатысу және озық тәжірибемен бөлісу арқылы жасауға болады. Келесі, жергілікті жеткізу тізбегін қалай дамыту керек? Тауарды таратушы, тауарды жеткізуші, солар бойынша солар туралы мәлімет бұл. Жергілікті жеткізу тізбегін дамыту аймақтағы бизнес пен тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жергілікті жеткізушілер мен қызмет көрсетушілер желісін құру процесін білдіреді. Бұл басқа аймақтардан немесе елдерден импортқа сүйенбей шикізат құрамдас бөліктерді және дайын өнімді жергілікті жеткізушілерден алуды қамтиды. Жергілікті жеткізу тізбегін дамыту бірнеше артықшылықтарға ие болуы мүмкін. Мысалы, импортқа тәуелділікті азайту, жергілікті ресурстарды пайдалана отырып, елдегі бизнес пен импортқа тәуелділігін азайта алады. Солайша бағаны қолжетімділігін және сапаның ауытқуына ұшырауы мүмкін қатерлердің алдын алады. Жергілікті бизнесті қолдау, жергілікті жеткізу тізбегін дамыту, жұмыс орындарын құруға және күшті жергілікті экономиканы құруға көмектесе отырып, жергілікті бизнеске қолдау көрсете алады. Үшінші, тасымалдау шығындарын қысқарту, жергілікті ресурстарды пайдалану арқылы кәсіпорындар транспорттау шығындарын және онымен байланысты көміртегі шығындарын азайта алады. Төртінші, тұрақтылықты қалыптастыру, жергілікті жеткізу тізбегін дамыту, табиғи апаттар, геосаяси тәуекелдер және жеткізу тізбегіндегі үзілістер сияқты сыртқы күйзелістерге төзімділікті арттыруға көмектеседі. Енді келесі, жергілікті жеткізу тізбегін дамыту үшін кәсіп орындар келесі қадамдарды жасай алады. Енді кәсіп орындар үшін атқарылатын істер: жергілікті жеткізушілерді анықтау, бизнеске қажетті тауарлар мен қызметтерді ұсына алатын жергілікті жеткізушілерді зерттеп анықтау, әлеуетті жеткізушілермен кездесу үшін жергілікті көрмелер мен іс-шараларға қатысу, қарым-қатынас орнату, жергілікті жеткізушілердің нысандарына бару, олардың мүмкіндіктерін түсіну және өнімдері мен қызметтерін талқылау арқылы қарым-қатынас орнату, жеткізушілер желілерін дамыту, тауарлар мен қызметтерді сенімді жеткізуді қамтамасыз ету үшін жергілікті жеткізушілер желісін дамыту, ресурстар мен біліммен бөлісу үшін басқа кәсіп орындар мен серіктестікті дамытуды қарастыру. Жергілікті инфрақұрылымды жақсарту, жергілікті жеткізу тізбегін дамытуды қолдау үшін жолдар, порттар және телекоммуникациялар сияқты жергілікті инфрақұрылымды жақсарту керек. Оқыту және қолдау көрсету, жергілікті жеткізушілерді, олардың мүмкіндіктерін жақсарту және бизнестің нақты қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін оқыту мен қолдауды қамтамасыз ету. Жалпы осы іс-әрекеттерге
инвестиция жасаған кезде, осы іс әрекеттерді дамыту барысында көптеген жұмыс орындары ашылады. Олардың барлығы халықты жұмыспен қамтамасыз етіп, Қазақстанның экономикасын өсіруге көмектеседі. Әрі қарап үшінші бөлімге қалдырайық. Бұл реформа партиясының экономикалық бағдарламасы. Видеоны YouTube-тағы Білімді KZ арнасынан көрсеңіздер болады. Білімді KZ деп қосып, латын әрпімен жазасыз, сол кезде табылады. Видеоны таратыңыз, тіркеліңіз. Рахмет.